Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен өте дәмді әрі тез дайындалатын пирогтың рецептімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Және де менің YouTube арнама тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Құрамына керекті заттар: ұн, қант, қопсытқыш, жұмыртқа, какао және де сұйық май. Ең алдымен ұнымызға какао және қопсытқышты иленгіштен өткізіп жақсылап араластырып аламыз. Ыдысымызға жұмыртқамызды, қантымызды салып, миксердің көмегімен ағарғанша араластырып аламыз. Және де сұйық майымызды қосып, оны да араластырып аламыз. Құрғақ заттарымызды қосып, оны да жақсылап қамыр болғанша араластырып аламыз. Міне, қамырларымыз дайын болды. Енді 22 сантиметрлік ыдысымызға құйып аламыз. Қамырымызды енді салмасын дайындаймыз. Салмасына сүзбе, крахмал, жұмыртқа, қант жақсылап блендердің көмегімен араластырып аламыз. Міне, салмасы дайын болды. Енді кондитерский пакетке құйып дайындап аламыз. Дайын тұрған қамырымыздың үстіне салмасын осылай етіп құйып шығамыз. Қызып тұрған пешке 180 градусқа 40-45 минуттай пісіріп аламыз. Міне, пирогымыз дайын болды. Өте жұмсақ әрі дәмді болып шықты. Сіздер де жасап көрсеңіздер болады. Видеом сіздерге ұнаса лайк басып комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Және де YouTube арнама тіркелуді де ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Жансұлу.